Барлығыңызға қайырлы күн достар. Бүгін осындай өте дәмді әрі пайдалы денсаулыққа балықтың сорпасын пісіреміз, яғни уха пісіреміз. Менімен бірге болыңыздар, видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Мен балықтың басынан пісіремін, яғни екі басынан оны жуып тазалап, ыдысымызға салып, бір оттың астын шығарып, бір қайнатып аламыз, және содан кейін оттың астын басамыз өзінің бабына пісуге. Және картобымызды, сәбізімізді бәрін жуып тазалап, ашып, осылай ұсақтап турайсыздар. Және енді сәбізімізді үкіштің осындай үлкен бөлігінен өткізесіздер. Міне балығымыздың басы пісті, біз оны сорпамыздан алдық. Енді сорпамызды сүзіп аламыз. Міндетті түрде достар сүзіңіздер, өйткені балық болғасын онда қылқан немесе қабыршақтары болуы мүмкін. Сондықтан басқа ыдысқа немесе осылай сүзекімен сүзіп алуға болады. Енді сүзіп алғаннан кейін күрішімізді салып, және приправаларын салып, тұздықтарын дәміне қарай өздеріңіз саласыздар. Тұзын, дәмдеуіштерін өздеріңіз дәміне қарай саласыздар. Және қайнатып, сәбізімізді, картобымызды саламыз. Мінекей қайнап жатыр. Енді оттың астын басып, тағы да жарты сағатқа кішкене пісіреміз. Күрішіміз езіліп пісуі керек. Міне пісер кезде айырамыз отымызды, және пиязымызды турап, майдалап, осылай бетіне салып қоямыз. Және отымызды айырып тастап, қақпағын жауып қоямыз. Достар, міне біздің ухамыз дайын, балықтың сорпасы дайын. Бұны балалар да өздеріңіз де ішсеңіздер өте пайдалы. Сондықтан жасап көріңіздер, және каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.